мынандай нәрсе бар. Арк косинус x деген бар бізде. Арк синус x деген бар. Арк тангенс x деген бар. Арк котангенс x деген бар. Бұдан проблема жоқ. Егерде x-тердің таңбасы плюс болып тұрса, проблема жоқ. Енді арк косинус минус x болса, ол болады екен пи минус арк косинус x. Арк котангенс минус x болса, ол пи минус арк котангенс x болады екен. Екеуі бірге туысқан сияқты бірге жүреді. Егер де ішінде минус болып қалса, онда пи минус деп жазамыз да, мыналарды жазамыз. Ал енді арк синус минус x болса, ол просто минус арк синус x болады. Арк тангенс минус x болса, ол минус арк тангенс x болады. Осы төрт формуланы жаттап алу керек, білу керек. Мұны келесі сабақта мен графиктерді көрсеткен кезде көрсетемін сендерге неге бұлай минус болатындарын. Енді қарайық. Мысалға мен бір есепті алайын. Мысалға мына есепті алайын. Бесінші есепті. Синус 3 арк синус минус түбір асты 3 бөлінген 2 болатын болса, осы есепті шығару үшін біз ішіндегі арк синус минус түбір асты 3 бөлінген 2-ні алып аламын. Формулаға қараймын. Синустың ішінде минус болса, онда ол сыртына шығып кетеді. Минус арк синус түбір асты 3 бөлінген 2. Түбір асты 3 бөлінген 2-ге синусымыз 60 градуста. Арк дегеніміз, арк синус дегеніміз, ол санды бұрышқа айналдырады. Не, бұрышқа айналды. Осыны апарамын да газынаның орнына қоямын. Сонда қара. Синус 3 көбейтілген минус 60 градус болады. Ол дегеніміз синус минус 180 градус болады. Минус сыртына шығып кетеді. Синус 180. Синус 180 градустан 0-ге тең. Значит, минус 0 деген болмайды. Жауабы 0 болады. Мынандай есеп. Косинус 2-ден 1 арк синус түбір асты 3 бөлінген 2. Арк синус түбір асты 3 бөлінген 2-ні жазып аламын. Мынау таңбасы плюс, так что спокойно қолдана береміз. Қай уақытта синус түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең? 60 градуста. Значит, мынау былай болады. Косинус жақша 2-ден 1 жазып қойдым. Мына арк синустың орнына 60 градус жазамын. 2 мен 60 қысқарады, косинус 30 градус болып қалады. Ол бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Қара. Косинус арк косинус минус 2-ден 1 плюс пи бөлінген 3 дегеніміз 180 градус бөлінген 3 деген сөз. Арк косинус минус 2-ден 1 жазамын. Мына формула қарағанда косинуста минус болса, ол былай жазылады екен. Значит, жазамыз пи минус арк косинус 2-ден 1 деп жазамын. Пи дегеніміз 180 градус минус арк косинус. Қай уақытта косинус 2-ден 1-ге тең? 60 градуста. Значит, болады бұл 120 градус. Значит, нара жазамын. Косинус. Мынаның орнына мен 120 градус жазамын. Мынаны екеуін бөліп тастасақ 60 шығады, плюс 60 болады. Сонда косинус 180 градус болады. Жауабы косинус 180 градуста минус 1-ге тең екен. Енді мынандай түбір асты 2 бөлінген 2, 2-ден 1 деген бізде кестеде бар нәрселерді емес. Мысалға 30 градус, 60 градус, 45 градус дегендерді синус косинуста 2-ден 1, түбір асты 3 бөлінген 2, түбір асты 2 бөлінген. Бұндай болмай, бізде мысалы бірінші есепте косинус арк косинус 3-ден 1 болса,
Bizde күчтүү формула бар. Оп оңай формула. Эгерде косинус болуп ичинде арк косинус болса, синус ичинде арк синус болса, тангенс ичинде арк тангенс, котангенс ичинде арк котангенс болса, мынау экөө бири-бирине карама-каршы болуп тур, мынау кери болуп тур бири-бирине. Мына жерде b деген сан турса, ол просто b шыға салат. С деген сан турса, С шыға салат. Д деген сан турса, Д шыға салат. Как будто бір-бірін жойып жіберген сияқты болады да. F деген сан турса, F шыға салат. Түсінік ма? Мысалы мынаның жауабы просто 3-тен 1 деп жаза саламыз. Болды. Мынаның жауабы пи деген мына жерде сан болғандықтан бұл 3,14, но 4. Бөліп тастаймыз, бір какой-то сан шығады, сол болады жауап. Тангенс, арк тангенс болса, бір-бірін жойып жібереді де, пи дегеніміз 3,14, оны 2-ге бөліп тастаймыз. Мына жерде тангенс, арк тангенс жауабы 4 бола салады. Мына жерде косинус, косинус 3-тен 1 бола салады. Оп оңай. Синус, синус болса 3-тен 4 бола салады. Мынарда 5 бола салады. Мына жерде пи дегеніміз 3-те 14 бола салады. Мына жерде 3-те 14 бөлінген 6 бола салады. Оп оңай заттар. Мынаның ішінде косинус, ішінде арк синус болып тұрса не істейміз? Косинус, арк синус 4 бөлінген 5 болады. Арк синус 4 бөлінген 5-ті бір қандайда бір градус болады. Мынау санды арк синус градус жасап жібереді дедік, бұрыш жасап жібереді. Сондықтан бұны бір альфа деп ойлай салайық. Сонда мынау косинус альфа болады. Мынаның бәрінің орнына альфа деп жазып қоя салдым. Енді қарайық. Мынаның керісі, кері жасасақ, ол синус альфа тең 4 бөлінген 5 болады. Егерде тік бұрыш, үш бұрышты алсақ, бір бұрышты, любой бұрышты альфа десек, синус альфа дегеніміз не? Қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Мынау шығады. Енді мына жерде табу керек бізге. Мынаны x деп қояйық. Значит, 4-тің квадратына x квадратты қоссақ Пифагормен 25-ке тең болады. Значит, 16 плюс x квадрат тең 25. X квадрат тең 9. X тең 3-ке. Значит, мына 3-ке тең болады екен. Енді қараңдар. Енді не істеймін? Мына жерде косинус тұрғандықтан, мен мына жерден косинус іздеп көрейін. Косинус альфа дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Енді осыдан қайтадан керісін іздейін. Мынаның алтында керін іздедік қой. Енді мынаны шығарып болған соң, мынандай шыққан соң, бұның керісі арк косинус 3 бөлінген 5, ол альфа болады. Значит, мынау альфа мынаған тең болды. Сол альфа мынаған тең болды. И мына жерде альфа деген жазу тұр. Значит, мынау болады косинус арк косинус 3-тен 5. Біз білеміз, косинус пен арк косинус кездессе 3 бөлінген 5 болып шыға салады.